Сәлем, видео басталмас бұрын мен Күрттазға және Ақеркеге сәлем жолдағым келеді. Менің подписчигім болғандарыңызға көп рахмет. Және келесі жолы саған сәлем жолдағанды қаласаң, арнаға жазылып лайк басып, және өз атыңды комментарийға жаза кетуді ұмытпа. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем. Менің оқиғам бай болып, сосын түксіз қалу жайлы. Мен кішкентай болған кезде менің өмірім өте жеңіл болатын. Мен ешқашан сыйлық немесе қуыршақ алу үшін өз туған күнімді не жаңа жылды күтпейтінмін. Себебі ата-анам мен не қаласам соны сол сәтте-ақ алып бере салатын. Және мен жалданған мектепке баратынмын. Бірақ үй жұмысын сонда да істемейтінмін. Себебі менің әке-шешем бар жұмысымды, үй тапсырмамды жасайтын қызметші жалдап қойған еді. Менің әкем өзі тұрғызған компаниясында ақшаны қырып табатын. Бірақ сосын бәрі өзгере бастады. Үкімет оған бұл бизнесті жүргізуге тыйым салды. Бізде түк қалмады. Сондықтан біз өз коттеджімізді сатып, қарапайым пәтерге ауысуымызға тура келді. Менің ата-анам жұмыс таба алмай қиналып жатқан кезде мен күнделікті нәрселерді істеуім керек болды. Мысалы, душ жуу, тамақ пісіру, кір жуу деген сияқты. Бірақ мен бұны да істей алмадым. Себебі мен бұрын оны істеп көрмеген едім. Біраз аптадан соң мен өз мектебімнен үкіметтің мектебіне көштім. Ол жерде тамақ сасық әрі дәмсіз еді. Ал мұғалімдердің көбі менің атымды да жаттай алмады. Мен бұған таң қалдым. Және мен көптеген жаман бағалар ала бастадым. Ал әке-шешем мені қолдаудың, көмектесудің орнына мені жалқау деп атады. Сонда мен тек өзіме сенуім, өзіме ғана үміт артуым керек екенін ұқтым. Бірақ бәрі өз орнына әкем өз жұмысында өскен соғана келе бастады. Қызық естілсе де айтайын, біздің банкрот болғанымызға мен қуаныштымын. Себебі біз банкрот болмағанда мен ақшаның қадірін, байлықтың сырын ұқпас едім. Және жалқаулықты ешқашан да қоймас едім. Бұл видео сіздерге ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге назарларыңызға көп рахмет.